жұптасып жүрміз. Ол үшін мен сендерді жұптастырып алуым керекпін. Балнұрмен кімді тең көрейік қазір. Бекзат. Балнұр мен Бекзат. Алыс отырамыз. Келесі. Айсат пен Мадина. Тез отырамыз. Сұлтан мен Сержан. Ақзере мен Ақзере мен көрейік. Маника. Екеуі онсыз да отырмыз ба? Жақсы. Саби мен Алмас. Екеуі онсыз отыр. Яғни одан кейін кім болады? Ясмина. Отырмыз ба солай? Жақсы. Топқа бөлініп алдық қоя балалар? Топқа бөлініп алдық. Олай болса бүгін сендермен үй тапсырмасын сұрау үшін балалар. Яшықтар сөйлейді деген нені ойнатамын жас сендерден? Балалар, мына жерден яшты таңдаймыз. Яшты таңдайын кейін сендердің әрқайсыларына сұрақ шығады. Әр сұраққа дұрыс жауап берген 5 балдық жүйемен бағаланып отырады. Ал бізде соңғы рет Ержігіт пен Ясмин қалып еді. Жүр. Ясмина, дұрыс сан таңдай ғой. 3 таңдап көрейік. Мадинаға сұрақ екен. Немесе тамаша және алынып жазылады. Программа нәтижесінде экранға шығарылатын сөздер. Тексеріп көрейік. Программа нәтижесінде экранға шығарылатын сөздер. Өте жақсы. Ал Python программасын сақтау үшін не істейміз? Python программасын сақтау үшін FPS пернесін басуға болады. Run модуль командасын таңдаймыз. Run модуль командасын таңдаймыз. Өте жақсы. Таңдай ғой. 7 яшықты таңдайды екенбіз. 7 яшықтан Айсат. Айсаттан сұрақ. Транслятор берілген программалау коды машиналық кодқа түрлендіретін арнайы программа. Арнайы программа. Жақсы, Айсат. 6 яшық. Балнұр, 6 яшықта Балнұр. Балнұр саған сұрақ. Қандай алгоритмдер сызықтық деп аталады? Программада бірінен кейін бірі орындалатын алгоритмдерді сызықтық деп аталады. Программада бірінен кейін бірі орындалады. Тізбектеле орындалатын программалар сызықтық алгоритм деп аталады. Өте жақсы. Келесі қандай? 9. 9 яшық Ержігіт. Алгоритм дегеніміз алға қойған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті жинақы түрде шығару үшін берілген тізбектік нұсқаулар. Жақсы. Яшық қандай болды? 5. 5. 5-ші яшық.
Сағи, саған сұрақ. Тіл синтаксисі дегенімізбен тіл синтаксисі программа жазу барысындағы сақталуға тиісті тіл ережелерінің жиынтығы. Өте жақсы, кәнекей тексеріп көрейік. Программа тіл синтаксисі ережелерінің жиынтығы. Өте жақсы. Сағи, яш қандай ғой? Bir. Ясмина. Саған сұрақ. Программада жаңа терезе ашу үшін қандай қадамдарды орындау қажет? Программада жаңа терезе ашу үшін idle'ды ашып, new файлды басамыз. Программада жаңа терезе ашу үшін idle'ды ашып. Өте жақсы. 2. Сержан, саған сұрақ. Айнымалылар дегеніміз программаның орындалу барысында орындалатын мәндерді қабылдайтын шама. Айнымалыларды қабылдайтын шамалар. Өте жақсы. Келесі. Қай яш таңдалған жоқ бізде? 11 таңдалған жоқ. Сұлтан, саған сұрақ. Print функциясы қандай қызмет атқарады? Print функциясы экрандан нәтижені шығару үшін қолданылатын функция. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Бізде қалды ма яшық таңдалмаған? 4-ші яшық қалды ма? Алмас. Алмас жауап бермей қалыпты ғой бізде. Жақсы, Алмас, ал саған сұрақ. Тіл әліпбиі дегеніміз программаның элементтерінің құралда қолданылатын жиынтық. Жиынтық символдар. Жақсы. Олай болса, мен сендерді бағалап өтейін. Мінекей, Ясмина бізде өте жақсы жауап берді, я? Өзі соңында бізге балымызды шығарып, өздеріне бағаларында қойып береді мына жерде. Мадина, жақсы жауап берді ғой, я? Бекзат, толық жауап берді ма? Сағи, толық жауап берді. Ержігіт, толық жауап берді. Алмас, толық жауап берді. Сұлтан, сәл кішкене финалдық, я? 4 балл. Айсат, Малика, жақсы жауап берді. Ақзере, жауап берді. Сержан, Еспал және Балнұр. Анаграмма, балалар. Мына жерде бізде анаграмма берілген. Осы анаграмманы табайық. Алмас Рауыш. Сосын Бекзат шығарып жарайды. Қандай сөз? Мәліметтер типі. Мәлімет. Типі болмай әден кейін? Мәліметтер. Жарайды ал типтері өз ақылы жасасын. Балалар, мінекей қандай сөз шықты? Мәліметтер типтері. Бүгінгі күнді жазамыз. 23-ші 1-ші ай, дәптерімізді ашамыз. Мәліметтер типтері. Жазып аламыз. Жазып аламыз. Жазып болғаннан кейін балалар. Болдық деп маған естіңдер, содан кейін кішкене видео тыңдап аламыз. Жас болса қолымызды алдымыздан қоямыз. Мен сендердің жас болғандарыңды көріп отырайын. Жас болдық па? Ал олай болса. Бүгінгі сабақта мәліметтер типтерімен танысасың. Деректер түрлерін жіктеуді үйренесің. Оқушылар сабақты бастамас бұрын мәліметтер типтеріне анықтама берейін. Мәліметтер типі тұрақты, айнымалы және өрнектер қабылдай алатын мәндерді, олармен орындауға болатын амалдардың жиынтығын атайды. Мәліметтер типтерін екі түрге бөлеміз: қарапайым және құрама. Қарапайым мәліметтер типтеріне бүтін тип, нақты тип, кешенді және логикалық типті жатқызамыз. Құрама мәліметтер типтеріне массивтер, жолдар, файлдар тағы басқаларын жатқызамыз.
осы 6-шы сыныпта біз қарапайым мәліметтер типтерімен жұмыс жасаймыз. Мәліметтер типтеріне, түрлеріне тоқталайын. Бүтін тип Python программалау тілінде int деп жазылады. Бүтін типке оң және теріс бүтін сандар жатқызамыз. Яғни үтір арқылы ажыратылмайтын бүтін сандар. Мысалы 100, 10, -500 деген сияқты сандарды мысал ретінде аламыз. Нақты тип Python'да float деп белгіленеді. Нақты типке бөлшек сандар, үтірмен ажыратылған оң, теріс сандар жатқызамыз. Балалар видеоны тыңдап болса, олай болса түсіндік па? Түсінікті болды ма сендерге? Жақсы, олай болса тапсырмалар орындайық. Компьютерімізді ашамыз. Бірінші техника қауіпсіздігін есіңізге сақтайық. Бір-екеуін атап өтейікші, какие техника қауіпсіздігі? Ясмина? адам арақашықтығы сақталу қажет. Өте жақсы, тағы. Сәбит. Компьютер алдында 15-30 минут астап отырған болмайды. Жақсы, тағы да. Компьютер алдында отырған кезде артық заттарды қоюға болмайды. Өте жақсы. Дұрыс айтасыз, артық заттарды істеуге болмайды. Сол үшін кітабымызды бір шетке қоямыз. Сөйтіп, компьютерімізді қай программаны өтіп жатырмыз балалар? Python программасын ашамыз. Ашқанға бәрімізде? Жақсы, барлықтарына мынандай тапсырма беріледі. Мінекей. Бірінші топ. Бірінші жұп кім бізде? Төменде берген сөздерді біріккен сөздерді алу программасын құрамыз. Бұны Алмас сендердің топтарына берейін ба? Екінші, Алмас, екінші тапсырманы орындарыңдар сендер. Үшінші тапсырма. Екінші, қай сыныпта оқушы екенді программа арқылы есептеп жаз. Ясмина, тобы. Одан кейін А және Б сандарын енгіз және қосындысын тап. Сұлтан. Бір сөз жаз және оны 4 есеге көбейту программасын құр. Ақзере. 96-шы беттегі екінші тапсырманы орында. Кітапты ашамыз балдық сендер. Сол жерде екінші тапсырманы орындайсыңдар. Кітаппен де жұмыс болу керек. Жақсы. Ал. Ашамыз. 96-шы беттегі екінші тапсырма дегенді ашамыз. Не берілген? Екі тізім құрыңдар. Бірінші тізімге 5 ұл баланың, екінші тізімге 5 қыз баланың атын жазыңдар. Екі тізімді қосатын программа құрыңдар. Өте жақсы. Ал, не істейміз ол үшін? Ұлдардың атын бір бөлек, қыздардың атын бір бөлек жазып, екеуін не істейміз? Қосып жазамыз. Сендерді ғана еді. Бұларда Нұр Сұлтан, міне мысал үшін жерде Нұр, Алты, Сәуле, Сұлтан, Су, Бақан, Ақ деген сөздер берілген, иә? Осыларда не істейсің? Сөздерді біріктіресің мысал үшін Нұр Сұлтан, тағы не? Ақ, Сәуле, иә? Сөздер біріктіруге болады. Тағы қандай? Алты, Бақан, міне осы сөздерге программа құрасыңдар. Түсінікті ғой? Ал жақсы. Кеттік. Ол үшін істейміз. Print. Жазамыз кәнеке. Де жақсы. Кәнеке. Алмас, аяқтадық па сағи? Кәнеке. Ранмен тексере ғой. Ранмен тексердім. Тексеріп қойдым. Не шықты? Баспалдақ шылы екеуі қосылып кетті. Баспалдақпен екеуі қосылып кетті. Кәнеке сағи сенде не шықты? Не шықты? 4 бұрышты шықты. Өте жақсы. Бұл жерде балалар 10 балмен бағаланады. Программа құрғанына шыққан. Кәне ранны тексере ғой. Тексере ран. Балалар тексеріңіз. Қолымызды жай, жақсы. Бір шықты. Нұр Сұлтан, Алты Бақан, Ақ Сәуле, Ақсу. Өте жақсы. Шықты ма Ақзере сенде, Мадина? Мына Мадинанікі де шықты, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Кәне Малика шықты ма сенде? Малика сенде бір сөзді өтірік қайталау керек етін, иә?
Шықты, өте жақсы, шықты. Жарайсыңдар балалар. Жалпы сабақты түсіндік қой, иә? Жақсы. Олай болса балалар, біз мына жерде балалар сәйкестендіреміз. Бүгінгі өткенге бойынша. Әрқайсымыз келіп, жеке-жеке келіп тез-тез сәйкестендіріп кетеміз. Кел, Мадина. Қай типке жатады мына жерде? Мынаны аламыз, қолмен көрсеттік. Қай типке жатады? Бүтін типке жатады. Тексереміз, дұрыс екен. Кәлеге кел. Сұлтан, кел оған. Қай типке жатады? Қай типке жатады? Тез-тез. Жақындатсай. Тексерейік. Дұрыс өте жақсы. Балалар сөйлеп келесек, Ясмина келе ғой. 2,5 деп қай типке жататынын айтып отырып жасаймыз. Қай типке жатады? Қайсыға? Бұл біз қайсы типке жатады? Ал тексеріп көрейік. Дұрыс емес екен. Жолдық емес, нақты, иә? Кел оған, сағай кел. Тез-тез балалар, тез-тез қимылдаймыз. -5, 578. 502 нақты типке. Нақты типке. Дұрыс емес, ол бүтін типке жататын еді. Кел оған. Алмас. 592. Нақты типке жатады, өте жақсы. Балнұр. Осыдан кейін ержігіт дайын тұр. Қай типке? Жолдық типке жатады, өте жақсы. Кел, ержігіт жүгір тез-тез. True. Қай типке жатады? Логикалық типке жатады. Өте жақсы. Кел, Бекзат. Дұрыс емес, ол жолдық типке жататын еді ғой балалар. Кел оған. Сержан, оны жатпа, кім орындады? Болды, соңғысы осы. Қай типке? Өте жақсы. Ал енді мен сендерді бағалайын, балалар. Бағанағы Ясмина бізде 8 балл. Мадина есеп көрсетті, бізде 10 балл. Өте жақсы. Бекзат бізге есеп көрсеткен жоқ. Сағи көрсетті. Ержігіт көрсетті. Алмас көрсетті. Бізге 10 балл. Сұлтан толық аяқталмады, иә, бізде? Айсатшы толық аяқталды. Малика толық аяқталды. Бір сөзді 4 рет қайталап жазып берді. Ақзере толық аяқталды. Сержан толық аяқталды. Балнұр бізде толық аяқталмай қалды. Сәйкестендіру бойынша бізде Ясмина дұрыс жауап берген жоқ. Дұрыс? Мінекей балалар, бүгінгі күні Ясмина 13 балл, міне қара, 11 балл мен 13 балл арасы өте жақсы. Мінекей, бізде көрініп тұр. Көрдік па? Кім жоғарғы балл алғанын, осы балл бойынша мен сендерді журналға қойып шығамын. Жақсы ма? Жақсы. Егер тапсырма, балалар, кітаптан үйде орындайық деген тапсырмасы бар, соны аламыз. Жақсы, сау болыңыздар.